бөлініп кетіппіз. Қазір өздерге мына стол үстіндегі қалаған суреттеріңді ала қойыңдар, өздеріне ұнаған суретті. Балалар, маған қараймыз. Олай болса, мінекей біз 4 топқа бөлініп алып, енді топтармен таныстырып өтейік. Яғни бірінші топ көбелек тобы, екінші топ қарлығаш тобы, үшінші топ гүл тобы, төртінші топ хан қызы тобы. Мінекей біз топқа бөлініп алдық. Олай болса, мен үйге берген тапсырманы сұрап өтсем. Яғни мен үйге түлкі мен тырна ертегісі бергенмін. Осы ертегіні біз бесқадам ойыны арқылы сұраймын. Ол үшін маған бір оқушы керек. Тақтаған арай келе ғой. Арай, мен саған 5 сұрақ қоямын. Әр сұраққа жауап берген сайын сен бір қадам алға басасың. Егер сұраққа дұрыс жауап бере алмай қалған жағдайда, онда сен сол қадамыңды сол жерде тоқтататын боласың. Жарай ма? Олай болса, саған бірінші сұрақ: тырна қайда қонаққа келді? Толық және нақты жауап береміз. Жарайсың. Түлкі үйіне неге ренжіп қайтты? Түлкі ботқаны жей алмайды. Неге ол түлкі ботқаны жей алмай қалды? Оның мұрны жетпейді. Оның мұрны құмыраның ішіне жетпей қалды. Өте тамаша, отыра қой, жарайсың. Олай болса, біз қазір тақырыптық әдіс арқылы бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбын ашатын болады. Сол оқушы әріптің артындағы суретті ымы-ишарамен, қимыл іс әрекетпен немесе дыбыс шығару арқылы оқушыларға жеткізеді. Оқушылар ол суреттің атауын табады. Сонымен көбелек тобынан кім келеді? Мен. Ханына келе ғой. Әр тапқан әрпімізді тақтаға іліп отырамыз. Мінекей бірінші көріп аламыз, жақсылап. Сөйтіп ортада осыны оқушыларға түсіндіреміз. Садақ. Өте дұрыс айтады. Садақ. Келе қойшы. Роксолана келе қойшы. Суретті көріп ал. Ал енді түсіндір. Бақа дұрыс айтады. Тақтада қандай сөз шықты? Дұрыс айтасың. Тақырыбы Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулеттің сәлем берулеріне бүгін біз қансат етеміз. Әдеппен келіп амандаш, жанынан өтпей жүгіріп. Тамаша. Дәптермен жұмыс, дәптерімізді ашамыз. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін наурыздың 3-і, сынып жұмысы, бүгінгі тақырыбымыз сәлем беру. Кім жазып болды? Оқулықтағы 3-ші жаттауға қараймыз. Бұл топтық жұмыс. Суретпен жұмыс жасаймыз қазір біз. Мен қазір әр топқа бір сурет беремін. Осы суреттегі қайсы дұрыс сәлемдесу, соны белгілейміз. Домалақ қып қошап сызамыз. Түсінікті ма? Мен оқулықта барамыз. Осы суреттегі қайсы дұрыс сәлемдесу, домалақ қып қошап сызамыз. Қайсы дұрыс деп білесіңдер. Al, ne sebepti? Ne suretli belirledin? Birinci. Ne sebepti o suretli belirledin? Kişilikler ülkemin birinci amanda
жазып керек. Өте орынды дұрыс айтады. Ал сәлемдесіп бір-бірін көрген кезде қане? Қайрат денесіне қойып сәлемдесіп. Қолын денесіне қойып сәлемдесіп деген, былай сәлемдесіп деген дұрыс айтады. Отыра ғой. Сіздерге желкенді қайып берем, қойыңыз. Желкенді, кеменің желкен. Ал егер саған бүгінгі сабақта бірнеше жайттар түсініксіз болса, әлі де мен бұл сабақты ары қарай тереңдетіп білгім келеді десек, сары түспен бояймыз. Егер мен ештеңе түсінбедім, мен тек мұғалімнің көмегімен ғана түсіндім бүгінгі сабақ десек, қызыл түспен бояймыз. Түсінікті ма? Және төбесіне өздерінің аттарын жазып қойыңдар. Ал бастаймыз, бояңдар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, желкенді жасылмен, түсініксіз болса, қызыл түспен бояймыз. Жақсы, қазір бүгінгі сабақты толық түсіндім дейді. Айналада дәл солай. Аяруда солай. Өте жақсы, керемет. Сонымен бүгін үйде біз сәлем бер өлеңін мәнерлеп жаттап келеміз. Түсінікті ма? Ал орнымызда тұрамыз.